Сәлем достар. Бүгін сіздерменен керемет дайындалатын бір ғана жұмыртқадан жасалынатын кекстің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен құрғақ өнімдерімізді араластырып аламыз. Ал кеттік, ұнымызды електен өткізіп, сонан соң үстінен тұзымызды, шым тұз, сонан соң шекер қосатын боламыз. Және де разрыхлитель алдым, не осындай үстінен қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Сонан соң сұйық өнімдерімізді бөлек араластырамыз. Бір жұмыртқамыздың үстінен сұйық майымызды құямыз осылай. Сонан соң сүтімізді құямыз. Енді осыны жақсылап аямай жақсылап араластырайық. Оңды солды соғып араластыра беріңіздер. Миксермен де болады, венчикпен де болады. Біз сұйық өніміміздің үстінен құрғақ өнімді салатын болсақ, енді бұнда керісінше болады. Құрғақ өніміміздің үстінен сұйықтықты құйып жақсылап араластырамыз. Кексіміз деген өте дәмді шығады. Дайындап көруге кеңес беремін сіздерге. Кекстің силикон формасына құйдым мен. Міне тестіміз осылай шығады. Ешқандай да майламаймын. Осылай үстінен құйып шығатын боламын. Әрқайсысына 1,5 қасықтан құямыз. Тестімізді көріп тұрсыздар. Мықты сұйықта, мықты қоймалжыңда емес, орташа. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз 180 градуста. Осылай салып 35-40 минутта пісіп дайын болады. Міне қараңыздар қалай көтерілген. Кексіміз дайын. Менің балаларым осыны сүйіп жейді. Сіздерге де кеңес беремін. Бір жұмыртқадан 12 штук шықты. Егерде молдау жасаңыз келсе, осыны 2 есе көбейтіп жасайсыздар. Ас болсын барлықтарыңызға.